Донаты, пончики, америкалық тоқаштар. Балалар мен үлкендердің жақсы көретін деликатестердің бірін үй жағдайында жасауға болады. Сіздермен бірге Инка Максовна, видеоны соңына дейін көріңіз. Керек өнімдер ұн, қант, жұмыртқа, ашытқы, сары май, сүт, тұз, ванилин. Барлық өнімдер видеоның астында толық жазылған. Ерітілген сары май, 2 дана жұмыртқа, қант, тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жылы сүтті құйыңыз. Оған ванилин және ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Оны кемінде жылы жерде жарты сағат ашытамыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз 2 есе көлемде көтерілді. Ол осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Дастарханға оқтаумен қалыңдығы 1-1,5 см аспайтын қамыр жаямыз. YouTube'да қазақ тілінде рецепттердің дамуына үлес қосып, каналға тіркеліңіз. Аспаздық сақинаны пайдаланып, қамыр шеңберлерін кесіңіз. Ортасына кіші шеңбер жасаңыз. Қолыңыздағы кез келген қолайлы құралдарды пайдалануға болады. Пергамент қағазға пончиктерді тізіп, олардың арасында аз қашықтықты сақтаңыз. Бетін қағаз сүлгімен немесе орамалмен жауып қойыңыз. Сәл көтерілу үшін 10 минутқа қалдырыңыз. Кастрөлге немесе терең табаға 500 мг өсімдік майын құйып қыздырыңыз. Демалған пончиктерді көлемінде ұлғайғаннан кейін қызып тұрған майға қызарғанша қуырыңыз. Қарапайым біздің бауырсақты қуырғандай жақсылап қуырамыз. Екінші жағына аударып, тағы да қызартып қуырыңыз. Содан кейін оларды қағаз сүлгіге ауыстырыңыз. Артық май сүлгіге сіңгеннен кейін суыған пончиктерді безендіруге болады. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. 400 грамм ақ шоколад және қалауыңыз бойынша кондитерлік кәмпиттерді қолдансаңыз болады. Су моншасында шоколадтарды салып, 50 мг сүт құямыз. 1 келкі болғанша араластырамыз. 2-3 ас қасық суық суға құрғақ бояғыштарды езіп, өзімізге керек түсті шығарамыз. Міне осылай ақ жай шоколадты түрлі керемет түстерге бояймыз. Суыған дайын пончиктардың бір жағын шоколадты глазурға батырыңыз. Оларды үлкен ыдысқа тізіп шығамыз. Осы барлық өнімдердің мөлшерінен 24 дана пончик шығады. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдыда тағы да көптеген рецепттер болады. Қаласаңыз, әсемдігі үшін бетіне кондитерлік кәмпиттерді себіңіз. Бетіндегі глазур кепкен соң пончиктер дайын. Міне, іші толықтай пісіп шыққан шоколадты глазурмен құйылған пончиктер тәтті және өте әдемі болып шығады. Пончиктердің иісі тәбетіңді ашады. Осы рецепт бойынша пончиктерді дайындаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Мен Инка Максовна. Сау болыңыз.